Әбдімүтәл Айқынбаев пен Сәлима Айқынбаевалардың аттарына, әспеттелі бұрымдарына Құран аяттары бағышталды. Әбдімүтәл Айқынбаев саналы ғұмырын ел игілігіне қызмет етуге арнаған атпал азамат. Ел ағасының атын асқақтату мақсатында бастауыш сынып бөлмесінің ашылу салтанатына қарияның жұбайы, ұл-қыздары, замандас жолдастары қатысты. Кабинеттің лентасы қиылып, ақсақалдар ақ батасын берді. Заманауи үлгідегі бастауыш сынып бөлмесімен танысқан қонақтар мұнда оқушылар үшін барлық керек жарақтың қамтамасыз етілгенін көріп тәнті болды. Шара барысында Әбдімүтәл Айқынбаевтың замандастары өз естеліктермен бөлісті. Ұйымдастырушы ұл-қыздарына, немерелеріне алғыстарын жеткізді. Мен жаратамыздың атын қойып осы жерге қойып жатқаннан кейін осы жерден Құдай қаласа Алла нәсіп етіп, біздің бүлдіршіндеріміз сондай иманды, ақылға сатты, пайғамбарымыздың сондай мінезінде мінез, ақылдай ақыл, көрген мінездерін нәсіп ететін бүлдіршіндер шығарсын болып. Одан соң ұлағатты ұстаз Сәлима Айқынбаеваның есімі берілген орыс тілі пәні кабинетінің ашылу рәсімі болып өтті. Ғұмырының 30 жылдан астам уақытын оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беруге арнаған ардақты ұстаз 2019 жылдың 12 шілдесінде өмірден озған. Жиынға қатысқан Өмірәлі Керімбек бастаған білім саласының майталмандары, анасы, ұл-қыздары ұлағатты ұстазға деген сағыныштарын жасыра алмады. Сәлима дейтін бұл керемет қыдыры. Бізге қызметтес болдық. Талай аралас құрылас жұмыс істеді. Қашан көрсек жарқырап жүретін, жайнап жүретін. Жақсы адам еді. Өзімнің білуімше кісі орасында қиянат жасамаған, кісі орасының көңіліне түрін түсірмеген, ерекше бір ілтипатты, ізетті, адамгершілігі мол, адами дүниесі таза, ішкі дүниесі пәк. Айрықша қыз, келіншек, ана, ұстаз болды. Аудандық, облыстық байқаулардың жүлдегері, құрмет грамотасының иегері Сәлима Әбдімүтәл қызын әріптестері ерекше құрмет тұтқан. Бұған айғақ, айтулы азаматшаны еске алуға арналған видеофильм барысында жиналғандар көздеріне жас алды. Ұжымдастары қай істі қолға алса да, бабын тауып шырайын кіргізе білетін мықты ұйымдастырушы да болған деп еске алды. Айқынбаева Сәлима Әбдімүтәл қызы осы мектепте жастайынан жұмыс істеді. Осы ауылдың қызы болғандықтан мінезі өткір, тіке, әжесінің қызы болды, сол мінезі бойында болды. Және осы мінезі оқушыларды жұмыс істегенде оқушылармен ол көрініп тұратын. Ол жеке адамменен доста бола білді, көпшілікті басқара білді. Аңқылдаған, жарқылдаған мінезі көз алдымыздан кетпеді. Айқынбаева Сәлима Әбдімүтәл қызы осы мектептің ең беделді, ең абыройлы ұстазы еді. Соның атына бүгін кабинет ашылып отырғанына өте біз қуаныштымыз. Менің жүрегімде мәңгі сақталады. Соған деген бір өзімнің мына бір өлең шумағын арнағым келді. Өмір деген жылдар өтіп, жас қосу, танымайтын адаммен достасу. Өмір деген бір адамды қарсы алып, өмір деген бір адаммен мәңгілікке қоштасу. Орыс тілі пәнінің мұғалімі биографиясына сыр шертілген соң оқушылар Сәлима Әбдімүтәл қызының қазақ және орыс тілдерінде жазылған туындыларын жатқа оқыды. Айта кетейік, Сәлима Айқынбаева тек сауатты да білімді, еңбекқор ұстаз ғана емес, суырып салма ақын да болған. Үйінің тұңғышы болған Сәлима апайымыз мектепте де ауылда да үлгілі әпке бола білді. Ер мінезді, ұйымдастыру қабілеті өте жоғары болатын. Ауданда да, мектепте де барлық уақытта ол кісі танымал болып жұмыс істеді. Үлгілі апай бола білді. Өзінен кейінгі әріптестеріне жақсы ақыл айта біліп, мектебімізде жақсы із қалдырды. Қасым Аманжолов атындағы жалпы орта мектебінің ұжымы Айқынбаевтар әулетіне алғыстарын жеткізді. Екі бірдей кабинетті соңғы үлгідегі инвентарлармен жабдықтап, оқушылардың сапалы білім алуына, заман талабына сай жабдықтарды қамтамасыз етіп бергені үшін Сәлима Айқынбаеваның ұл-қыздарына сый құрмет көрсетті. Бүгін бізде екі кабинет ашылып отыр, өздеріңіз куәсі болдыңыздар. Ол кабинеттің бірі Сәлима апайымыздың атынан берілді. Ұл-қыздарын үлкен рахметімізді айтамыз. Сонау Алматыдан келіп, ұл-қыздары келіп, кабинетін ашып беріп отыр.
Сәлима апайымыздың аты мәңгі есімізде қалады. Тағылымды шара соңында ауыл имамы Айтулы Азамат Әбдімүтәл Төлегенұлының және ұлағатты ұстаз Сәлима Айқынбаеваның рухтарына Құран аяттарын бағыштады. Білім ордасында ұзақ жылдар бойы үздіксіз еңбек еткен, жас ұрпақты сапалы біліммен сусындатуға айтарлықтай үлес қосқан Сәлима Әбдімүтәл қызының есімі осылайша ұлықталды. Шараға жиналған қонақтар ұстаздардың ұстазы еді деп тарқасты. Айгерім Айтбаева, Бейбіт Багатов, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.